Сарымсақ ең мықты табиғи антибиотик және денсаулыққа пайдалы керемет заттарға ие. Сарымсақтың пайдасы жайлы көбіміз естігенбіз. Тұмау індеті жайлаған уақытта ең алдымен сарымсақты еске алатынымыз сондықтан болар. Себебі сарымсақ вирусқа қарсы қасиеттерге ие. Сарымсақтың ерекшелігі ол вирустан бөлек бактерияға және саңырауқаттарға да қарсы әсер етеді. Кез келген антибиотик бұндай бірден 3 түрлі микроорганизмге әсер ете алмайды. Оның құрамындағы емдік заттар фитонцидтер организмге індетке қарсы тұруға көмектеседі. Бұл ретте сарымсақ бөліктерін ұсақтағанда пайда болатын ерекше қосылыстар аллициннің маңызы зор. Ол ауру қоздырғыштарын жойып қана қоймай, жүрек қан тамырлар жүйесіне ықпал етіп, асқазан ішек жолдарының қызметін қалпына келтіріп, иммунитетті жақсартады. Сонымен қатар сарымсақ дәрумендер мен минералдар көзі. В тобы дәрумендері шаштардың қалыңдығы, терінің әдемілігі үшін қажет. Бета-каротин көз көруін сақтауға көмектессе, цинк организмнің ұрпақ өрбіту қызметін жақсартады. Сарымсақ ішек құрттарын жояды. Сарымсақ диарея, дизентерия және өзге де әртүрлі ішек қызметін бұзатын вирустарды, бактерияларды және де ішек құрттарын жоюға көмектеседі. Ол патогенді ішек микрофлорасын толығымен жоқ қылып, тітіркенуді болдырмайды. Сонымен қатар сау ішек микрофлорасын қалпына келтіреді. Сарымсақ суық тию кезінде пайдалы. Суық тигенде және тұмауға сарымсақтың пайдасы көп екені бәріне белгілі. Бірақ сарымсақтың қандай пайдасы бар екені, оны қалай және қанша пайдалану керектігін бәрі біле бермейді. Жалпы осы ауруларды сарымсақпен емдеу мүмкін бе деген сұрақта туындырайды. Нақтырақ айтқанда, суық тиюдің алғашқы белгілері байқалған кезде түскі асқа ұсақталған 2 сарымсақ тісшесін жеу арқылы сіз инфекцияның одан әрі таралуына кедергі жасайсыз. Я болмаса суық тигенде арнайы сарымсақ сорпасын дайындауға болады. Сарымсақ вирустық инфекциялар эпидемиясы кезінде оның алдын алатын ең жақсы дәрі. Көкөніс құрамындағы витаминдер мен минералдар иммунитетті сенімді түрде нығайтады. Сарымсақ асқазан ішек жолы ауруларына ем. Асқазан ішек жолдары ауруларын сарымсақпен емдеу жаңалық емес. Сарымсақ бүкіл ас қорыту жүйесіне әсер етеді. Сондықтан оның жұмысын кешенді түрде жақсартып, жан-жақты жетілдіреді. Асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсарту және ас қорыту мәселелерінің алдын алу үшін мамандар сарымсақты күнделікті шектеулі мөлшерде жеуге кеңес береді. Көкөніс құрамындағы заттар ішектердің қызметін жақсартады, ісінуді жояды, шырышты қабықтың тітіркенуін жеңілдетеді және тамақтың ас қорыту процесін реттейді. Ол үшін ең маңыздысы сарымсақты қалай дұрыс жеу керек екенін біліп алу керек. Қант диабеті кезіндегі сарымсақтың пайдалы қасиеті. Қант диабеті қауіпті ауру, оны емдеу өте қиын. Ауру бүкіл ағзаның жұмысын бұзады. Бүйректің, жүрек қан тамыры мен жүйке жүйесінің жағдайы нашарлатады. Өкінішке қарай сарымсақпен қант диабеті емделмейді. Десе де қант диабетіне сарымсақтың айтарлықтай пайдасы бар. Ол ауру кезіндегі көптеген жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі. Әсіресе профилактика кезінде көптеген дәріханаларда сатылатын сарымсақ майының сығындысы немесе үйде дайындалған сарымсақ майын қолдануға болады. Сарымсақ холестеринді төмендетеді. Аллицин заты липопротеидтердің тотығуына жол бермейді. Мұндай тотығу атеросклерозға қауіп төндіреді. Ал сарымсақ оның алдын алатын таптырмас зат. Күнделікті қолданысқа, әсіресе қандағы холестерин мөлшері жоғары адамға сарымсақ ұсынылады. Мысалы, осы мақсатта, яғни холестеринді түсіру үшін сүтке тұтас сарымсақ қосып ішуге болады. Бір қызығы, сарымсақтың өзінің құрамында аллицин жоқ. Бұл зат сарымсақ жасушаларының механикалық бұзылу кезінде пайда болады. Сондықтан көптеген халықтық рецептлерде сарымсақтың пайдасы барынша көп болуы үшін ұсақталған сарымсақты бірнеше минутқа қою керек екені көрсетілген. Гипертония кезіндегі сарымсақтың емдік қасиеті. Сарымсақта қан мен жүрекке пайдалы болатын көптеген факторлар бар. Жоғарыда аталған аллицин сонымен қатар тамырды кеңейтетін қызмет атқарады.
гипертония кезінде жылдам көмектесетін қасиетке ие. Жалпы осы ауруға тез әрекет ете алады. Сондай-ақ осы бір көкөніс тромбоциттердің жабысып қалуын болдырмайды. Тромбоциттердің жабысуы инфаркт пен инсульттің негізгі себебі екені көпшілікке мәлім. Сарымсақ арқылы көз ауруларын емдеуге болады. Сарымсақтың құрамында С дәрумені өте көп. Сонымен қатар сарымсақ селен мен кверцетинге бай. Сондықтан бұл тұқымдас көз инфекцияларымен күресу үшін қолдануға болады. Сонымен бірге сарымсақтың көмегімен көз айналасындағы ісінуді кетіре аламыз. Сарымсақ құлақ ауруларын емдеу қасиетіне ие. Құлақ ауруы кезінде сарымсақтың пайдасы ұшан теңіз. Сарымсақ бұл қышма қотырды бактериялар мен вирустарды жоятын белгілі антибиотик. Құлақтың қабынуы жағдайларында сарымсақты зәйтүн майымен араластырып, құлаққа тамызуға болады. Осы ретте сарымсақ майын дайындау әдісімен де бөліскен жөн болар. Ол үшін жаңа сығылған сарымсақ шырыны мен зәйтүн майын тең мөлшерде араластыру керек. Дәрілер бөлме температурасында сақталады, бірақ 3 күннен артық сақтауға болмайды. Сарымсақтың тері үшін пайдасы мен зияны. Сарымсақ шырыны керемет бактерицидтік қасиеттерге ие. Оның көмегімен түрлі жараларды зарарсыздандыруға болады. Бірақ сарымсақ неғұрлым пайдалы болса, соғұрлым зиянды екенін есте ұстаған жөн. Таза түрдегі сарымсақ шырыны теріні тітіргендіруі мүмкін. Сондықтан қолданар алдында 1 бөлігін судан және 1/4 бөлігін сарымсақ шырынан тұратын су ерітіндісін дайындау қажет. Сарымсақ безеулерді кетіреді. Жасөспірімдердің өтпелі кезеңдеріндегі безеу бөртпелері бұл жалпы кеңінен таралған тері проблемалары. Сарымсақ бал, куркума мен иіс майдың қоспасы безеудің пайда болуына жол бермейді. Сондай-ақ безеуден кейін тыртықтарды оның қалып қойған орындарын тегістейді. Сарымсақпен демікпені емдеуге болады. Демікпені сарымсақпен емдеуге қайнатылған осы көкөніс тісшелерін пайдаланады. Олар демікпе ұстамасының алдын алады және демалуға мүмкіндік береді. Дәрігерлер ұйықтар алдында күн сайын 1 стакан сүтпен бірге 3 сарымсақ тісшесін қайнатып ішуді ұсынады. Сарымсақ ұзақ өмір сүру кепілі. Сарымсақтың өмір сүру ұзақтығына әсерін дәлелдеу мүмкін емес. Алайда осы тұқымдастың жоғарыда аталған барлық пайдалы қасиеттеріне сүйене отырып, оны тұрақты түрде пайдалану өмір сүру ұзақтығын төмендететін бірқатар қауіпті факторларды жояды деп айтуға болады. Осылайша сарымсақ өмір сүру ұзақтығын арттыруы мүмкін. Әрбір заттың пайдасымен қатар зияны да болатыны белгілі. Егер сарымсақты белгіленген мөлшерден асырып пайдаланса, онда ас қорыту жолдарының қабығы тітіркенуі мүмкін. Сондықтан сарымсақты кім жеуге болмайтынын білу керек. Дені сау адамдарға күніне 1-2 талын ғана қолданса жеткілікті. Ал асқазаны ауыратын, гастриті немесе ойық жаралы, колиті бар адамдарға сарымсақты күнделікті пайдалануға болмайды. Тіпті кейде ас мәзіріне мүлде алып тастауына тура келеді. Өйткені сарымсақты жиі тұтыну асқазанның шырышты қабығының асқынуына алып келеді. Бұл тек сарымсаққа қатысты айтылатын дүние емес. Кез келген тағамды пайдаланар кезде оның қандай пайдасы және зияны бар екенін сараптап барып қана қабылдасақ, денсаулығымызға орасан зор нұқсан келтірудің алдын аламыз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Сарымсақтың баға жетпес пайдасын көру үшін күнделікті тұтынуды ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын. Видео ұнаса тіркеліп лайк басыңыз.